Дүниең абат болсын, тойларың қабат болсын дейді. Қазір Құдай қаласа үлкендеріміздің бір-екі ауыз тілегін тыңдайық. Әрине Оразбек көкеміздің, Қарлығаш апамыздың кереметтей ұлы дүбірлі тойының алғашқы бетпердесі ашылайын деп тұр. Ал енді одан кейін қазір Нұрдәулет балдарыңыздың тағы да кереметтей ат жалын тартып ортаға келген рәсімінің куәсі боласыздар. Ал, Айдар аға, Нұртаза көке, Молдекеңнен бастайын ба? Кәлекең Молдекен. Ореге, тойыңыз құтты болсын. Құдай қаласа мына кішкентай немереңіз ат жалын тартқан үлкен азамат болып, биіктерге жете берсін. 70 жасың құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Құдай қаласа тойға ұласып, қызықшылық бола берсін. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Бүгінгі отырыстың куәгері мынау Оразбек бауырымызбен Қарлығаш келініміздің мысалы түбірлі тойы 70 жасқа шыққаны, сол бәріміз қуанышқа отырып қоятынымыз. Міне бүгін мына киелі шаңырақтың астында берекелі дастархан жасап, осы Оразбек пен Қарлығаштың ұл қыздары ағынан жарып ақ дастархан жайып отыр. Екі ата-анасын құрметтеп, осындай алтын таққа отырғызған құтты баянды болсын. Екіншіден мынау немересін сүннет етіп тартып атқанымыз екені, о да құтты болсын. Мұсылмандықтың ең бір қасиетті несі, мынау Оразбек пен Қарлығаш немересінің әуелі Құдай сол қарыздан құтылған есебі болып отыр, міндеті. Ал енді барлықтарымызға осы той құтты, барлықтарына жұғысы болып, мына Оразбек пен Қуаныш жастарына жас қоссын, бастарына бас қоссын, осындай берекелі дастархан болсын, бәрімізді қосыла берейік. Айналайын, той құтты, баянды болсын. Ал, ассалаумағалейкум, мына тойға келген көпшілік, ағайын жекжат. Мына бүгін ағамыздың 70-ке толған тойы, баламыздың сүндетке тойға отырғызған күн ат жалын тартып, екеуі құтты болсын. Өреке, сіз жөнінде айтатын эпизод көп. Ағайын үшін қашанда жаныңыз салып шапқылайсыз. Оны бүкіл ел біледі. Мына енді бақыт деген не екеніне көз алдына елестегендей болды. Қанша ұл қызыңыз, немерелеріңіз келіп, жеңшем екеуіңізді құттықтап сөйтіп жатыр. Міне бұл елді өсірген неше жылғы еңбегіңіздің жемісі деп ойлаймын. Құтты болсын, баянды болсын. Сіздің өстіп әдемі болғаныңыз әуелі Құдай мен жеңшемнің арқасында. Тем более теңіздің жағасында тұрасыз. Күнде балық, күнде акула. Ешкім сізді шепсіз келді деп ойламайды. Осы қалпыңыздан танбаңыз. Қандай әдемі ұл қызыңыз ана деген әнді айтқан кезде, міне тамаша. Құдай осыдан еш уақытта ажыратпасын. Ана ұл қызды баққаннан кейін соның жемісі деп осыны айтуға болады жар. Құдай қуат берсін. Дастархан тек қана жақсылыққа, қызылшыққа жайсын. Жеңешемді сонау түбіне әкелдіңіз ғой мысалы. Міне, соның жемісі деген осы деп ойлаймын. Құдай құтты болсын, тек қана жақсылықта, қуанышта Алла бас қосуға нәсіп етсін. Алланың берген жасын жасап, жеңешем екеуміз тек қана қызықты, қуанышты көре ала нәсіп етсін. Тағайдан, осы дағылдап жүргеніңіз жеңшемнің арқасында. Жігіттің жақсы болуы әйеліне байланысты дейді. Міне, тап-таза әдемі болып жүрген әйеліне байланысты. Үйде қуып жүрсе не істейсіз? Тек қана жақсылық болсын, той болсын. Ореке, ал 70 жас құтты болсын, жеңшемді екеуіңіз. Тағы да немерелеріңізді қызығын көріп жүре беріңіз. Рахмет. Міне, құрметті ағалар, Құдай қаласа. Қуыс үйден құр шықпа деген иықтарыңызға бір шаттық шапан бар. Қош келдіңіздер. Осындай тойдың төрінде, қуаныштың өрінде асқар таудай болып, бар болып, нары болып жүре беріңіздер. Той боласын. Дастархан жайғасыңыздар.
ғой. Егіннен қабат болсын, тойларың қабат болсын деп. Керемет енді сол қара шаңырақтың түтінін түтетіп отырған. Әрине бірінші берекесі болып, қазынасы болып отырған. Мына Оразбек көкем мен Қарлығаш апам екені айдан анық. Ал енді осы кісілердің бар жағдайын жасап, жылы жұмсағын дайындап отырған. Сол шаңырақтағы Серік ағамыз менен Дина жеңгемізге де бір қошемет тұрып қояқ шағайын. Олай болса, енді Серік аға үлкендеріңіздің барлығы осы шал мен кемпірдікі шығар. Енді Нұрдәулет точно сіздердікі шығар енді. Олай болса, Серік ағамыз менен Дина жеңгеміздің алтын асықтай ұлы біздің Нұрдәулетті ордаға қошемет, құрмет менен, шаттық бишілер тобының әрлеуі менен алдырайық. Қошемет, құрмет! Міне азамат болдың, ана жүрегі перзент үшін қашанда, неге болса да дайын тұрады. Бүлдіршінінің аман сау болып, еш алаңсыз болып, бейбіт өмір құшағында ойнап күліп жүруін тілейтін бүкіл аналар артынан мен саған. Әділетті бол халқыңа, жетім жесір жартыңа, қамқоршы бол әрқашан, Жақыбай мен Жарлыға. Еменнен болсын діңгегің, мықты болсын ілгегің, алыстан болсын алғаның, жақынан болсын ілгенің. Жамандықтан алыс бол, бәрекеттен қалыс бол, далалы жерде бөрі бол, таулы жерде барыс бол деп Алладан тілеймін. Ал ендеше балапанымыз ат жалын тартып мінері азамат болсын деп қамшы ұсынамыз. Дәстүрін сыйлаған, өнерді бағалаған перзент болсын деп қасиетті домбырамызды ұсынамыз. Жарылқа Аллах құдірет, тілегімізді қабыл ет. Ал ендеше бүгін міне азамат болып отырған бүлдіршінімізге орнымыздан тұрып, қошеметті ұрып, қарсы алайық. Қайта оралды қазағымның бүгін дәстүрлері ай. Көптен көпкен халқымыздың асыл арман еді ай. Берекелі қазақ жері ел берекелі, дәстүрлерін жоғалтпаған қазағымның мұң ежелгі. Шермен ғана бесік той, тұсыл кесірсін деп бар, ай шіркін ай. Қоданды сүзгі салу бен ашарым ай. Алды баған аясында сұлу бойжеткен, қыз бозбала киді әмірмен әсем төгілген. Ежігімге жарасады бол деп шықса бәйгеден. Қыз болуға жарасады алқа шаш болса керек. Жоғалмасын дәстүріміз ұмытылмасын, ата баба көзіндегі сақтайық қазақ дәстүрін. Шіркін ғана бесік той, тұсау кесерсін деп бар, ай шіркін ай. Қоданды сүзгі салу бен ашарым ай. Алды баған аясында сұлу бойжеткен, қыз бозбала киді әмірмен әсем төгілген. Шермен ғана бесік той, тұсау кесерсін деп бар, ай шіркін ай. Қоданды сүзгі салу бен ашарым ай. Алды баған аясында
suğu jitken Kız boz bala kegilani Anne sen terbigen Şehri hana desi toy Kısa besirsin divan Ay şeklinan Toyda desi sorgan savude Taşarımay Altı bakan ayasında soğuğu jitken Kız boz bala kegilani Anne sen terbigen Arkadaşlar, rahmet hatırlayın. Al endi osындай кереметтей жаңа сыртта көрдіңіздер. Тұлпар алып келген нағашылары. Сонау жетімдер елінен, оның ішінде бастап келген Құрбан Құра, Құрбан көкемменен. Гүлнар апама бір қошемет етіп қойыңыздаршы ағайын құдаларға. Ал. Рахмет. Енді Нұрдәулеттің нағашылары келіп бір нағашысы түсіріп алсын. Айда. Мен деген нағашысы бар ма? Нұрдәулет түсіріп алатын. Қошемет қайда? Ақшаны таштамайды. Ой, рахмет. Сол, мына түсі. Әрең шыдап тұрген болып жүр. Болды. Үстінен Алыбек маған қарай ықты болып жүр. Шаршаған ғой. Қалай, жағдай жақсы ма? Не алды? Түйе тепті ма не? Не қалды, қимай тұрсың ба? Оңай ма, қу дүние? Қалай екен? Сүндет деген жақсы ма екен? Иә. Ақша көп береді? Иә. Кеземіз ба? Рахмет. Нұрдәулетте ұлдарыңыз Құдай қаласа, бүгін атқа мініп жатса, Алла қалап, 15-20 жылды артқа тастап, таққа мінсін дегендер бір қошемет етіп қояйық ағайын. Рахмет. Нұрдәулет, бағана бір пакет ақша алдың. Таға енді мына ақшаны алып тұрсың. Бұның бәрін не істейсің? Билік алам. Немене? Велосипед. Велосипед аласың ба? Молодец, есебі бар, Қазіргі балалардың бәрін есебі бар. Баяғыда бізде есеп жоқ болды, деп тұра беретін оқу. Қазір бірдеңені ойластырып қойды, бұлар молодец неге. Рахмет. Мың бол. Қошемет ағайындар. Ал енді қадірлі оның ішінде Оразбек көкем мен Қарлығаш анамыздың шаңырағындағы дүбірлі ұлан асыр той деп. Ал енді сондай керемет тойдың төріне келіп отырған, керемет ән шашуымен келіп отырған ауданымыздың белгілі өнер жұлдыздары келіп отыр. Облысқа белгілі, республикаға танымал біздің нағыз елдің мақтаныштары. Соның бірі бірегейі Сайран Кенже Ділмановтар. Қошемет. Yürüsem şansını
жағынан. Ел үшін істеген еңбегі, барша ағайын туған туыс үшін істеген еңбегі, ауыл үшін қандай керемет жасап жатыр кідікті. Ал енді сол ынтымағы жарасқан, бірлігі бекем, кереметтей өсіп өніп, бір қазандай ұйып, бір ошақтың басындағы ағайын сияқты кереметтей өсіп өніп жатқан сол санатория Жаңауылдың осы ынтымағының беріктігі осындай Астау-Таудай әкелердің, ағалардың арқасында қадірлі ағайын. Ал енді мен ортаға тағы да арман қарай ақ тілегімді жалғастырайын. Бүгінгі келіп отқан барша қонақтардың Құдай қаласа көріп отырсыздар. Енді мен сіздер топтап шақырмасам, тошын таң атайын деп тұр. Иә? Олай болса келісіп олайық. Мен осы барша ағайынды 5 тосқа сыйғызайын. 5 тосқа. Сосын мен тілек айтуым керек еді. Мен айтпасам болмайды деп режиміңіздер ағайын. Үлкен, ірі басты деген әр топтан шыққан, әр тосқа шығарам ғой. 3 адамнан тос берем. Қалғанымыз беретінімізді берейік дағына ортаға 3 реттен билейікші. Билді көбейтейік. Келсеміз ба? Келсеміз дегендер шапыда қылайық. Мен тілек айтпадым деп ренжіген адам болса, осы бастан келісіп алдым. Дұрыс қой, шешіп алған жақсы да. Олай болса қадірлі ағайын. Міне, ағайынның кереметті, ағайынның бар жерде басында тұрар әруағын дейді. Ағайынның жоқ жерде шайнауда қалар бармағын деген сөз бар. Ал енді мен ортаға осы Оразбек көкеміздің барша әулеті, ағайынның үлкендері, және аудандағы барлық әулеттің үлкендері, осы Аташ ағайынның, Аташ әулеттің үлкендері, Жаңауылдың барша үлкендері, Жаңауыл санатория үлкендері. Ал енді онымен қатар бұрыннан қыз алысып қыз беріскен құда жекжаттар. Бәрімізді орындарымыздан бір көтеріп, бірімізді қалдырмай той төріне шақырам. Келіңіздер, әулет ағайынның үлкені, ауылдың үлкендері және байырғы құда жекжаттар. Әбдіғани көке, шекара ба. Ағайындар, рахмет. Жаңа біздің балалар тауып алыпты. Сүйіншісі бар, деп ойын. Сүйіншісі бар болса деген бұл. Насыл күні жоғалтқан кісілер болса. Сыртта бір мәжіне төбесіне қойып кетті. Көшенің сыртында, қораның сыртында еді. Әгер іздеген адам болса, келіңіздер. Құрылыс жасап жатқан ел, топтап шақыртып, Чимкентский вариант мені боқтап кет жүрмеңіздер. Топталып жүрсек, ешқандай жау алмайды. Топталып жүрейік. Ал, ағайын, енді мына құдалар жақтан екі кісі, құдалар жағынан екі кісі. Әрине, және ауыл ағайын әулеттің үлкендерінен екі кісі, сол 4 кісіге қосылайық. Келістік па? Бәрекелді. Құдалардан кім шығады? Әбдіғаниға. Шекара ба, сіз шығасыз, кім шығады? Әбдіғани көй. Шекара бам шықсын. Сосын болды ма? Екеуіңіз ба? Шекара құдалар жағынан ба? Бәрекелді. Оба, біреге, екеуіңіз сөйлесін. Қош екендерден біреу сөйлесін, болды. Осы екеуіңіз сөйлеңіздер, қалған құдалар қосылайық. Әулет ағайын бар ма? Бәрекел, апа, бастай беріңіз, әулет ағайын тауылып. Тұратыңыз. Құрметті мынау Оразбек құда Қарлығаш. Мынау бүгін ағайын туысқанды жинап үлкен той жасап жатсын, 70 жасқа толып жатсын. Мына 70 жасың үлкен тойың құтты болсын айналайын. Өмірің ұзақ болсын. Мына ұл-қыздарыңның арақат қызын көріп өсірген немере шөберелеріңді көр, Құда қаласа арақатын көре өшіп көр.
осыны не айтамыз, бар жақсылық тілеймін бастарыңа, еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын, ешқашан жамандық көрмейік, 70 жастан ары қарай 80 жасқа да ары қарай жүре бер, жасай бер жасыл, Алланың берген жасын. Тек жақсылық тілеймін, аман болыңдар, той қалсын. Рахмет. Ал. Біреге. Айжамал апа, кәнеге, бір ауыз. Мынау Орекеңе, Оразбекке қыз бердім. Оразбек құдам-ау. Мына бүгінгі мерейтойы құтты болсын.